Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай өзім үйде жасайтын асқабақ қосылған кешкі астың рецебімен бөлісетін боламын. Алдыменен бір қасық тұз салдым, шай қасық. Тұзымызды ертіп аламыз. Жақсылап жылы суға тұзымызды ертіп алдық. Енді жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамыр жақсылап илеп алдық. Енді осыны 20 минутта қойып қоямыз. Осындай құйрығы алып, кішкене осындай қосып жіберемін. Қаламасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Өте дәмді болады, дәмін кіргізеді асқабақтың. Құйрық майды шыжғырып алдым. Осы құйрық майымыздың үстіне енді сұйық май құйып аламыз кішкене. Пияз алдым. Енді осыны қызарғанша қойып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырыла берсін. Қып-қызыл болып қуырылу керек. Асқабағымызды енді чорпадан өткізіп аламыз. Енді кішкене ірілеу қылып алдым осылай. Пиязымыз қызарып қуырылды. Енді осының үстіне асқабағымызды салып аламыз. Осыны жақсылап қуырып аламыз енді. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін қара бұрышымызды салып аламыз. Мен жерде қара бұрыш қостым. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Мен жерде кішкене қызыл бұрыш та қосып жіберем. Асқабағымыз жақсылап қуырылып жатыр. Енді қақпағын жауып піскенін күтеміз. Тестамызды жұқалап, томалақтап шарик жасап аламыз. Осы илеген сүйінде осы 8 тауы шықты. Енді осыны 5 минут жаға тұрамыз. Осыны енді жұқалап жайып аламыз. Жұқа қып. Жұқалап қамырымызды жайып алдық. Енді осыған піскен асқабағымызды салсақ болады. Жұқалап салып аламыз. Қазір асқабақтың нағыз пісіп жатқан уақытысы. Тестамызды жұқалап жабыстырып аламыз. Қызып тұрған тапаға пісіріп аламыз. Енді қызыл бетін аударып, мына бетін аударып аламыз. Сыртына сарымай жағып аламыз.